Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қырым, ол бір сол көпір арқылы ғана Ресей жерімен тұтасып тұрған жер. Ана көпір тоқтаса бітті. Бітті. Қырымда. Азық-түлікте басқа, оқ дәрі бәрі бітті. Бұл жердегі көпірге шабуылдың мәні осында. Украина батысқа көрсетті. Мен шабуыл жасадым, соғыста міне нәтиже деп, нәтижесін көрсетті. Бір, бұғанға дейін алған қаруының текке кетпегенін көрсетті. Бір, екіншісі, сен егер мықтырақ қару берсең, мен ана көпірді талқа қылатын едім. Қазір шамам өстіп жарым-жартылай тоқтатуға жетті. Пойыз жүріп тұр әлі деп тұр. Екі. Украина осы жолмен, осы тактикамен жұмыс істеді. Көрдіңіздер ме? Бұл көпірдің. Ал бұл шабуыл бастысы орыстың халқына және мына шовинизммен ауыратын тобырларға өздерінің осырығын француздың әтірінен де арман жұпар аңқиды деп сенетіндерге, мына есерсоқтарға бұл үлкен ескерту берді. Мен көзім жетіп тұр. Бұл миллиондаған есерсоқ деді, аузын ашып, ойба, великий болмай қалдық па? Сәл болмай қалдық па, великий, әсіл сәл великий емес сияқтымыз деп бүйтіп ойланып қалды да. Міне. Ұлы деген сөз жаратушыға ғана жарасады. Адамзат, жеке тұлға да, халық та ешқайсысы ұлы емес. Біз бір адам, ата бір хауанадан тарадық. Біріміздің көзіміз көк, мұрнымыз қоқырайып тұрғанмен, біріміздің бетіміз жалпақ, көзіміз сығырайып тұрғанмен, біріміз қара, біріміз қызыл болғанмен, біз сол бір адамнан тарадық. Сол үшін бізде екі көз бар. Ешкімде үш көз жоқ. Сол үшін бізде бір мұрын бар. Ешкімде екі мұрын жоқ. Сол үшін біздің асқазан шегіміз бірдей. Сол үшін біз бәріміз ұқсас оттегі жұтамыз, көмірқышқыл газын шығарамыз. Сол үшін бізде әрқайсымызда екі қол бар. Құрылымымыз бірдей. Демек, біздің авторымыз біреу. Бізді дизайнер жасаған, бізді өндіруші, бізді мына жаратушы біреу болып тұр. Егер бірімізден бірімізді великий ұлығып қойған болса, бірімізге 3 қол беріп, бірімізге 5 қол беріп, бірімізді ұшатын қылып, бірімізді судың астында 1000 километрге тыныс алмай жүре беретін қып жаратып қоятын еді. Мынау адамзаттың ауруы мен сенен мықтымын, мен сенен артықпын деп дәлелдегісі келу. Осы шайтани тәкаппарлықпен не ұлт ауырсын, мейлі жеке тұлға ауырсын, ол қасірет ішінде қалады. Кімде-кім шайтани тәкаппарлықпенен, мен суменен, дандай суменен, мен сенен артықпын, мен сенен ұлымын деп ауыра бастаса, ол қасіретке қалады. Ол 100% қасіретке қалады. Шексіз құдірет иесі жаратушы шайтанды тектен тек лағнаттаған жоқ. Ол бір кісі өлтіріп, ұрлық істеп, педофил болып, қыз зорлап, қарғысқа қалған жоқ. Ол шайтан тәкаппар болғандығы үшін қарғысқа қалды. Орыстардың және орыстар құрған империяның ауруы, олардың жаратушы ең жек көретін осы тәкаппар мінезінде. Сондықтан мен ақындарға айтамын, тәкаппар таулар деген өлең жолдарын ұмыттыңдар. Совет кезіндегі шығармаларда біреуді ай тәкаппар дейді. Біреу сондай іскер болса, мінезін бір керемет, осы қырып жоятын қып. Әлі де советизммен ауыратын адамдар, осы өзінің бір жұмысқа шөгелдігін көрсету үшін бір дәрігер ма, бір құрттай мекеменің бір шолаң шоштырақ мансап, сос қол астындағылардың езуін тіліп, екі аяғын бір етікке тыққанды бір іскерлік көрсетеді. Жоқ,
Америкада, Еуропада олай емес. Жоқ, ондай емес. Бұл жерде ең керемет деген адамда ең қарапайым джинсы шалбарын киіп, ел қатарлы KFC гамбургерін жеп, ел қатарлы жүре береді. Міне. Көрдіңіздер ме? Қысқасы, бұл жолғы Қырым көпіріндегі шабуылдың мәні мен мақсаты орыстың великий еместігін орыстың өзіне дәлелдеп берді. Енді F-16 Украинаның қолына тисе, орыстың күні не болады? Мына қазақтардың ішіндегі қара орыстар ойлана беріңдер. Жеті әкелерін құдай көріп табынған орыстарын көп ұзамайды. Қазіргі мына соғыстардың барлығы қан сырату соғыстар. Осыны білсеңіздер болды. Соғыс туралы. Бахмутта қазір соғыс сұрапыл жүріп жатыр. Екі бағытта. Бахмуттың оңтүстігінде және солтүстігінде. Көп жұрт айтады, орыстың Бахмуттағы және басқа жердегі соғысы мен Украина соғысының айырмасы не дейді. Орыс жаулап алғанда бұл тұтас мен халықтық құрылғыларды микрорайондарға дейін жойып шабуылдады. Зауыттарды, нан зауыттарын, су мекемелерін, бәрін газбен қамтайтын мекемелерге дейін жарып жіберіп, тіпті канализацияны реттейтін ірі құбырлар нысандарына дейін совет кезінде салынған ғой бәрі, соның бәрін жарып жіберіп, қаланы тас-талқан салдандырып, сөйтіп барып соғыс ашты. Ал Украина шабуылының бір ерекшелігі, олар қаладағы тұрғындар үйлеріне шабуылдамайды бір. Екіншісі, қаладағы сол орыс жаулап алып тұрса да, жаңағындай өндіріс орындарына шабуылдамайды. Орыстар ұқсап больницаға, мектепке зымыран атпайды. Украиндар көбінеки орыстың әскери қамдаулары, яғни азық-түлік таситын, қару-жарақ таситын базаларына, әскери қару-жарақ қоймаларына, жаңағы бензин соляркамен қамдайтын қоймаларына, қару-жарақ таситын техника қоймаларына шабуыл жасап келе жатыр. Яғни, орыстар басы көзің демей, бытыратып, халық па, мектеп, доктор қама, бала бақша ма, түк қоймайды.